Тілеу ақсақалдың тамағынан ас өтпей жатқанына 2 айдың жүзі болды. Кәріліктің ауыр дертіне іліккен жаны жүдеу қария кейде өміріне өкпе айтып алады. Кейде барына шүкір етіп тәубесіне келеді. Не десе де ол тағдырдың тәттісін де ащы кермек дәмін де татты. Міне, бүгін 3-ші күн әлсіз тамырлары екпені де қабылдамай жарылып жатыр. Медбике қыз жүзі жылы, жаны жүдеу тартқан ақсақалдың әңгімесін тыңдап жүріп, ол туралы бәрін біліп алды. Қартайған шағында жалғыз қалған ақсақалдың да жалғыз сырласы осы медбике қыз болды. Ата, бұл үйде сізден басқа ешкім жоқ па? Сізге кім қарап жатыр? Деп сұрады медбике. Келінім мен 3 немерем бар. Келінім күні бойы жұмыс істейді, түн жарымында бірақ келеді. Немерелерімді менің балаға қарайтын шамам болмаған соң интернетқа оқуға берді. Үйге тек демалыс күндер келеді. Тентектерімді сағынып жүрмін. Әл қуатым барда бәрін мойнымнан түсірмей бағып едім. Қазір жатысым мынау. Бүйтіп қор болғанша бейнетімді көрсетпей, қақ тағаланың құдіретіне кеткенім дұрыс еді. Ажал болмаса 40 жыл соғыс болса да өлмейсің деген ғой. Алладан әмір келмей тұр деп Тілеу ақсақал ішкі сырын ақтара бастады. Қызым, анау тұрған суретті алып берші деп қария жарда ілініп тұрған көне суретті нұсқады. Суретке ұзақ қарап отырды да өзінің бастан кешкен өмір баянын баяндай жөнелді. Мен әке-шешемді білмеймін. Ес біле бастағанымда олар жоқ болатын. Менің 1,5 жасқа толған шағымда қайтыс болған екен. Мені үлкен әпкем бағып өсірді. Ол кезде ол небәрі 15 жастағы қыз еді. Әпкеммен бөлек 2 ағам болды. Төре 10 жаста, Бектұр 12-де. Біз Қарақалпақ жерінде туып өстік. Мен 10 жасқа келгенде әпкем Нұрзада тұрмысқа шықты. Әке-шешемізден мұра болып қалған кішкентай үйде 3 жігіт болып қалдық. Ағаларым әйел алатын жасқа келсе де, ешкім оны ешкімі жоқ жетім деді ме, ауылдағылар қыздарын бермеді. Өз күнімізді өзіміз көріп, күн өлтіп жаттық. 1941 жыл соғыс басталып кетті. 2 ағам майданға аттанды. Мен ол кезде 16 жаста едім. Жасым толмаса да өтірік құжатпен создырып алып, 2 ағамнан қалыспайын деп майдан даласына аттандым. Сондағы ойым, не көрсем де ағаларыммен көрейін деген ой еді. Бірақ бізді таратып, әр отаға бөліп тастады. Мен Ленинградты азат ету жолында соғыстым. Ағаларым басқа жерде шайқасты. Арагідік қаталмасып тұрдық. Сұңғақ бойлы, әрі денелі шапшаң қимылдайтын, әрі анау-мынау ауыр затты иығына іле сап жүре беретін мені командир алғашқы күннен ақ назарға алды. Содан алдыңғы қатарда шайқастым. Майдан даласында жүріп көп жарақат алдым. Денемде содан қалған оқ іздерін көріп отырған боларсың, деп медбике қызға қол аяғындағы денесіндегі жарақаттарды көрсетті. 4 жылға созылған соғыс өртіде басылды. Кеңес одағы жеңіске жетті. Тұс-тұстан уралаған дауыстар естіліп жатты. Ал мен ол жаңалыққа қуана алмадым. Өйткені тап сол күні қос бірдей бауырымның майдан даласында қаза тапқанын естіп, қаралы қағаз алдым. Мен барымнан айырылдым. Ес білгелі әкем де, шешем де болып, бар тәттіні менің аузыма тосып, өздері аш құрсақ жатқан бауырларыма інілік ізет көрсете алмағаныма налыдым, ызаландым. Өкініштен өзегім өртенді. Сөйттім де тұтқында тұрған неміс солдаттарын жайратып салдым. Менің бұл қылығымды Сталиннің қатал саясаты кешірген жоқ. Майдан даласындағы ерлік істерім ескерілместен Теміртаудан бір-ақ шықтым. Түрмеде жатып, Мырзабек деген жаны жайсаң, иманды жігітпен жолдас болдым. Бұл да жетім бала екен. Екеуміз бірге босап шықтық. Содан ол жолдасым, тәкәуіз енді қайда барасың деді. Сол кезде мен қайда баратынды да білген жоқпын. Ешкімің болмаса менің еліме жүр деді. Сөйтіп
осында келдім. Мырзабектің үйінде олардың бір баласындай болып кеттім. Сонда ұзақ уақыт тұра бердім. Бірде ауылда той болды. Жастар сауық құрып жатыр. Көзіме қара торы, шашы ұзын, көздері мөлдіреген қыз оттай басылды. Жанына жетіп бардым. Аты Айсұлу екен. Ол кезде ажарлы едім ғой. Сөйтсем, сол жердегі ең бай адамның қызы екен. Бұл тойда да сол кісінің ұйымдастырып жатқаны белгілі болды. Менің маңайлап жүргенімді көріп, ауылдың Айсұлудан дәмелі бір жігіті тіс қайрап қыр көрсетті. Біздің жанжалымыз бәрінің назарын аударды. Айсұлудың әкесі өте әділ кісі екен. Таластарың менің қызым болса, төбелесті қойып халық алдында күреске түсіңдер. Кім мықты, сол қызымды алады, деді. Содан не керек, мен жеңіп, Айсұлуды жар етіп алдым. Бірақ анасы тақыр кедейге бергеніңне енді қалай өмір сүреді байқұс қызым деп саржылады. Шынымен де менің түгім жоқ еді. Бірақ Құдай берген қайратым бар. Бастапқыда біреудің жаман үйін жалдап тұрдық. Төсек те жоқ, түк жоқ, жерде жататын едік. Күні түні демей ауыр заттар көтеріп вагонда жұмыс істедім. Әйелім де менімен бірге бар қиыншылықты көрді. Сөйтіп жүріп балалы болдық. Жағдай жасадық, үй жайымыз болды. Ақырында ең бай адамға айналдық. Айсұлу өте пысық еді. Бәрін ұршықша үйіріп әкетті. Балаларымызға елдің алдында кимегенді кигізіп, ішпегенді ішкіздік. Мына үйді де сол кезде сатып алған едік. Ішін дүниеге толтырдық. Содан тіл көз болды ма білмеймін. Айсұлу екеуміздің арамыз дұрыс болмады. Жиі жанжалдасып қалатын болдық. Содан мен балаларымды алып, әпкемді іздеп Қарақалпақстанға кеттім. Барсам, әпкем үлкен әже болған. Мені көріп, өлгені тіріліп, өшкені жанғандай болып қуанды. Туған жерге келіп, бір ай уақыт бола бастағанда Айсұлудан қайтыс болғаны туралы хабар келді. Ести сала келсем, маған хабар жеткенше 2 апта өтіп кеткен екен. Не керек, Айсұлуды жер қойнына тапсырыпты. Үй іші қаңырап қалған. Дүниеден түк жоқ. Балалары да аналарын іздеп тұс-тұстан шулап жатыр. Сол сәтте ғана түсіндім. Байлық пен барлықтың, ақша мен дәулеттің бәрі қолдың кірі екен. Енді бар жауапкершілік өзіме артылды. 6 баланы жеткізу, адам етіп өсіру менің борышым болды. Өзім жардан жас қалсам да әйел атаулыға көз сүзгем жоқ. Балаларымды өгей анаға телмірткім келмеді. Кейде соныма өкініп те қаламын. Қартайғанда қасыңда ешкім болмаса бекер екен, деп атай көз жасын сығып алды. Енді баяғы баршылық дәурен артта қалды. Жалшылық жұмыс істедім. Балаларым да тұрмыс жүгін бірге көтерісті. Үлкен ұлым 7-ден кейін мектепті тастап жұмыс істеді. Қайратым барда балаларымды аш-жалаңаш етпедім. Несін жасырайын, ананың тәрбиесі жетіспеді. Ұлдарым тентек суға жақын болды. Талай мәрте түрмеге де түсті. Бірақ жаман болды деп айта алмаймын. Бауырмал, шаруаға пысық, ақ көңіл, жанашыр еді алтауы да. Өзімнің жетімдерім аз болғандай, тағы 2 жетімді бауырыма басып өсірдім. Оларды да үйлендіріп, үйлі қылып, еншілерім бердім. Ешкімнің ала жібін аттап, қарғысын алмаған жан едім. Жаратқанның маған берген қайғысы артылмады. Ұлдарымды үйлендіріп, қыздарымды құтты орнына қондырдым. Немере сүйіп, енді көңілім жайланды ма дегенде ортаншы ұлымнан айырылдым. Аты Берен еді. Бұл қайғы маған ауыр тиді. 2 жыл өтпей жатып, Ырыспала атты қызымнан да айырылдым. Осылайша 5 балам бірінен соң бірі ажал құшты. Әрине, біреуі ауырып, біреуі түрлі себептермен. Ал ең кенжем қазір түрмеде. Келіндерім жақсы болды, өз жандарын бағып жатыр. Кенже келінімде қара жұмыстан қолдары тілім-тілім болды. Менің де тамағымды беріп, кірімді жуып отыр. Міне, қызым, ешкімге ұқсамайтын тағдыр жолындағы
Кереметім де, кермегім де осы. Ешкімге өкпем жоқ, тек өкінішім ғана. Тілеу атаның сырлы әңгімесін тыңдап отырып, Медбике қыз атамен бірге жылап алды.